Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Бүгін сіздермен витамин D туралы сөйлесетін боламыз. Витамин D-ні не үшін балаға беру керек және нерв жүйесіне витамин D-ның қатысы бар ма? Егер баланың еңбегі кішкентай болса, витамин D беруге бола ма? Осы туралы сөйлесетін боламыз. Алдымен мен каналыма тіркеліп, лайк басып, мен каналымда комментарий жазып, ойларыңызбен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Ал кеттік. Витамин D дегеніміз ол гормон. Бұрын витамин ретінде айтылатын. Қазір ол гормон. Витамин D бүткіл ағзаға, баланың да, ересек адамдардың да ағзасына керек витамин. Егер бұл витамин жетіспеген жағдайда көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін. Бұл тек қана нерв жүйесі ғана емес, басқа да жүйелердің барлығына әсер етеді. Витамин D ағзада жетіспеген болатын болса, ағзада кальций толығымен сіңбейді. Кальций толық сіңбегеннен кейін баланың сүйек тіндерінде жаңағыдай аз кальций болып, сүйектерінде әртүрлі деформациялық өзгерістер болуы мүмкін. Бұрынғы кездерде витамин D жетіспегенді, яғни рахит ауруы деп, тек қана рахиттерге ғана, рахит ауруы бар балаларға ғана витамин D-ні берілген. Бірақ соңғы зерттеулер бойынша витамин D-ні профилактикалық дозада бүткіл балалар туыла салысымен беріп бастау керек. Егер шала туылған бала болатын болса, шала туылған баланың бір айға келген соң уже витамин D-ні бере берсек болады. Ал толығымен мерзіміне жетіп туған балалар туыла салысымен витамин D-ні қабылдай берсе болады. Енді витамин D-ның дозировкасы жөнінде қалай беру керек? Мысалы, көп аналарымыз шатасып жатады. Сондықтан витамин D-ні алдымен есте сақтап алыңыздар. Бала егер толық жасына жетіп туылған бала болатын болса, онда бір айдан 3 айға дейін күніне бір каплядан береміз. 500 международной единицы МЭ деп жазылады. Осындай дозировка болатын болса, күніне бір каплядан 3 айға дейін береміз. 3 айдан асқаннан кейін балаға 2 каплядан береміз, 1 жасқа дейін. 1 жастан асқан балаларға уже 3 каплядан жоғары бере бастаймыз. Ал ересек балаларға әрине салмағына және де жаңағыдай витамин D-ның деңгейіне қарай бұл жаңағыдай витамин беріледі. Ал бұл негізі витаминді бермес бұрын әрине жаңағыдай оның мөлшерін білген дұрыс. Қазір жаңағыдай анализ арқылы витамин D-ның деңгейін анықтауға болады. Енді бізде массово бүткіл жаңағыдай Қазақстан бойынша көп балаларда витамин D тапшы. Сосын барып анализ тапсырған кезде 30-дан бастап жаңағыдай 100-ге дейін ол осы орталықта норма деп жазылып тұрады да анализда. Бірақ негізі 30-дің өзі аз балаға. Балада жақсы жаңағыдай зат алмасу дұрыс болу үшін витамин D-ның мөлшері 50-ден жоғары болғаны дұрыс. 50-ден 70-тің ортасында витамин D болса, сол жақсы болады. Егер одан төмен болатын болса, міндетті түрде профилактикалық доза емес, одан үлкенірек дозаны қолданған дұрыс. Витамин D-ның сіздер мөлшерін білмей жатсаңыздар, онда педиатрдың консультациясын алып отырыңыздар. Енді егер қазіргі таңда балалар еңбегі жабылып туылып жатады, немесе еңбегі кішкентай балалар болады, олар витамин D қабылдасақ, ерте еңбегі жабылып қалады деп витамин D-ні көп аналар қорқып бермейді. Бірақ бұл дұрыс емес. Еңбектің жабылуына витамин D-ның қатысы жоқ. Егер баланың басының өлшемі жақсы өсіп жатқан болса, және де баланың дамуында ешқандай ақау болмаса, міндетті түрде витамин D-ні беріп отыру керек. Еңбекке ешқандай қатысы жоқ. Егер сіздер витамин D-ні қалай ішу кереккенін түсінген болсаңыз, немесе басқа сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып, бөлісіп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Қош сау болыңыздар.